Сәлеметсіздер ме балалар, математика пәні 57-ші сабақ. Сабақ алдындағы көңіл-күй. Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанады достарым арайлап атқан күнге. Жұмбақты шеш, қабырғадан қарап тұр, уақытыңды санап тұр. Бұл не екен балалар? Сағат екен. Өте жақсы. Бүгінгі сабағымыз сонда уақыт, сағат. Оқу мақсаты 1-1-3-3, ұзындық, масса, уақыт, салыстыру және шамалар мәндерімен қосу мен азайту амалдарын орындау. Сабақтың мақсаты уақыттың өлшем бірлігі сағатпен танысасың. Сағат үлгілеріне қара. Ерте кезде адамдар құм сағатты пайдаланған. Электронды сағат, қол сағат, қалта сағаты, стол сағаты немесе жар сағаты. Сағаттың бірнеше түрі болады. Енді мына алдымызда тұрған сағаттың 3 тілі болады. Сағат тілі 1-ді көрсетіп тұр бұл жерде. Минут тілі 12-ні көрсетіп тұр. Секунд тілі, енді циферблат дегеніміз сандардың арасындағы кішкентай ноқаттарды циферблат деп атаймыз. Есіңе сақта, уақыт бұл шама, сағат уақыт өлшем бірлігі. Мына жерде сандар арқылы сағатты көрсетіп тұр. Сағат 10 болды дегенді көрсетеді. Мынау сағаттың тілі, мынау үлкені, минут тілі, жіңішке тұрған секундтық тілді көрсетеді. Ал мына жердегі сандардың арасындағы сызықша ноқаттар, олар циферблатты білдіреді екен. 12-ден бастап сандар берілген. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 деген сандар берілген екен. Бұл біздің күнделікті сағатымыз. Ал сыртқы бетінде 13-тен бастап 24-ке дейінгі сандар берілген. Бұл яғни бір тәулікті құрайды деген сөз. Бір тәулікте 24 сағат барын білдіреді. Ал мына жерде балалар, мен 2 түспен сағаттарды белгілеп қойдым. 07-ден 07:00-ден бастап 00-ге дейінгі сандары бұл күндізгі сағатты білдіреді. 19:00-ден бастап таңғы 6:00-ге дейінгі сағат сандар келесі күнді білдіреді, яғни бір тәулікте 24 сағат бар екенін көрсетіп тұр. Сағаттың үлгісін жаса, сағат тілін айналдыр, уақыттың неше болғанын айт. Сағат үлгісін жасау үшін біздерге сандар керек және сағаттың тілдері керек. Сағаты, минуты, соның бәрін орналастырып балалар, өздеріңіз сағат құрастырып шығасыздар. Мынандай қылып сағат құрастыруға болады. Мысалға, сағат 4, минут тілі 12-ні құрап тұр. Яғни сағат 4 болды деген сөзді білдіреді. Немесе 16:00. 16 дегеніміз 4. Апта күндері 7 күннен тұрады. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма. Бұл күндері жұмыс күндері. Яғни бұл күндері біздер сабақ оқимыз. 2 күн демаламыз. Сенбі және жексенбі күндері демаламыз. Ал енді балалар, Алияның апта бойы не істегенін қара. Уақытты сағат бойынша анықта. Алия дүйсенбі күні сағат 1-де би үйірмесіне барды. Сейсенбі күні сағат 2-де ол домбыра үйірмесіне барды. Алия сәрсенбі күні сағат 3-де велосипедпен қыдырды. Бейсенбі күні Алия сағат 2-де сурет үйірмесіне барды. Жұма күні Алия сағат 4-де би үйірмесіне барды. Сенбі күні ол сағат 5-де кітапханаға барды. Жексенбі күні сағат 3-де бассейнге барды. Яғни бұл жерде апталарды атап шықтық, уақыттарды атадық, үйірмелердің қай уақытта болатынын атап шықтық. Өзіңді тексер, есепте 3 сағат және 4 сағаттың қосындысы 7 сағатқа тең. 9 сағат пен 5 сағаттың айырмасы 4 сағатқа тең. 10 сағат пен 30 сағаттың қосындысы 40 сағатқа тең. 60 сағат пен 40 сағаттың айырмасы 20 сағатқа тең. 10 сағатқа 10 сағатты қосамыз, оған 20 сағатты қосқанда 40 сағатқа тең. 60 сағат пен 10 сағаттың айырмасы 50-ге тең. 50-ден 10 сағатты азайтсақ 40 сағатқа тең екен. Сен зерттеушісің.
неше сағат өтті? Сағат 8-ден 2 сағат өткеннен кейін сағат неше болды? Яғни сағат 10 болды. Сағат 6, 3 сағаттан кейін сағат неше болды? 9 болды. Жарайсыздар балалар. Дәптермен жұмыс уақыт сағат. Сағатқа сәйкес уақытты сызып қосу керек. Екінші тапсырма сағат тілінің суретін көрсетілген уақытқа сәйкес салып шық. Сағат тілін 3-ке қоямыз. Минут тілі 12-ні көрсетіп тұр. Сонда 3 сағат 3 болды деген сөз. Келесі сағат 8. Яғни сағат тілін 8-ге қоямыз. Минут тілі 12-де тұра береді. Сағат тілін 10-ға қоямыз. Минут тілі 12-де. Сағат неше болды сонда балалар? Сағат 10 болды деген сөз. Міне осы тапсырманы өздеріңіз толықтырып орындайсыздар. Менің бүгінгі сабақтағы жетістігім. Тапсырманы орындай алмадым, тапсырманы жартылай орындадым, тапсырманы орындап шықтым. Егер де балалар бүгінгі сабақтағы тапсырма сіздерге оңай болса, бәрін орындап шыққан болсаңыздар, ең жоғарғы сатыда тұрасыздар. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.